Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы сиырдың жұқпалы ринотрахейті. Сабағымыздың мақсаты ірі қара малының ринотрахейт ауруын диагностикалау, емдеу, сақтандыру әдістерін түсіндіру. Ринотрахейт өте жіті өтетін аса жұқпалы вирустық ауру. Ауру дене қызуының көтерілуімен, жоғарғы тыныс алу жолдарының, көзінің кілеге қабығының қабынуымен, орталық жүйке жүйесінің қызметін бұзылуымен, түсік тастаумен сипатталады. Вирус қоршаған ортада 60-70 градуста 9 айға дейін сақталады. Плюс 37 градуста 4-10 тәулікке дейін сақталады. Бұл ауру жасымен тұқымына қарамайды, тек ірі қара малдар ауырады. Ауырып жазылған мал 6-19 айға дейін денесінің вирус бөліп жүрген жерлерін былғап ластап жүреді. Вирус мұрнынан аққан маңқамен, көз жасымен, жыныс мүшелерінен аққан сұйықтықпен, сүтпен, зәрмен, нәжіспен, ұрықпен сыртқы ортаға вирус бөлініп отырады. Әсіресе ауырып жазылған бұқалар ауру таратуға өте қауіпті. Аурудың берілу жолдары ауа арқылы, жем, шөп арқылы, құрал саймандар арқылы, транспорт, яғни құстар, насекомдар, мал күтуші адамдар арқылы. Сонымен қатар ауру малдармен контактыға түскенде барлық заттар болып табылады. Мал арасында аурудың кең таралуы, мал күтімінің нашарлығы, жем шөптің нашарлығы, қора-жайлардың микроклиматының нашарлығы, сол сияқты тағы да басқа қолайсыз факторларға үлкен рөл ойнайды. Мал басының бір жерде көптеп шоғырлануының салдарынан вирус организмнен организмге өте отырып, уыттылығы күшейе түседі. Нәтижесінде вирустың уыттылығы күшейгенде ауру өте ауыр өтеді. Шаруашылықта малдың барлығы 100%-ға дейін мал шығындалады. Қысқаша тарихына келетін болсақ, алғаш рет 1950 жылдары Америка ғалымы Миллер анықтаған болатын. 4 жылдан кейін осындай белгілермен Шредер және Мой зерттеген. 1955 жылы нақты осы аурудың атауын тапты. Аурудың таралуы қазіргі уақытта ринотрахейт США, Африка, Австралия, Еуропа мемлекеттерінде таралған, сонымен қатар Қазақстанда және Россия елдерінде де тіркелген. Ауру қоздырғыштары бовид герпес вирустар тұқымдастығына жататын вирус. Құрамында ДНК бар бір ғана антигендік типте тұрады. Әртүрлі ағзаларға түскенде соларға бейімделіп, жоғарғы тыныс жолдарын, жыныс мүшелерін, жүйкені, көздің кілеге қабығын зақымдайтын вирус. Індеттік ерекшеліктері тек ірі қара мал ғана ауырады, қолдан ешкі мен шошқаға жұқтыруға болады. Ересектерге қарағанда жас малдың бұл ауруға сезімталдылығы жоғары. Әсіресе жатырдағы төл ерекше сезімтал. Вирустың әсерінен тез өліп, буаз мал іш тастайды. Әдеттегі жағдайда вирус малға аэрогендік жолмен, ал шағылыстыру кезінде тікелей жанасу арқылы жұғады. Аурудың жалпы жасырын кезеңі 2-4 күн, малдың дене қызуы аяқ асты 42 градусқа дейін көтеріледі. Қоздырушы вирустың денеге ену жолында жануардың физиологиялық жан күйіне және жасына байланысты. Ринотрахейт көп жағдайда жіті түрде өтеді, бірден ыстығы көтеріліп, мал күйзеледі, тәбеті болмайды, салмақ тастап, сауынды сиырлардың сүті азайып, шығынға келтіреді. Яғни тыныс алу жолдарын зақымдайды, жыныс мүшелерін зақымдайды. Бұны біз генитальдық түрі деп атаймыз. Ал тыныс алу жолдарын респираторлы деп атаймыз. Тыныс жолдарын зақымдайтын ринотрахейттің клиникалық белгілері
аурудың алғашқы күндері мұрнынан жалқая қаға бастайды. Іріңді, қанды аралас болып келеді. Танауына көп мөлшерде кілегейлі сұйықты қағады. Уақыт өте ол эксудатқа және фибрин талшықтарына айналады, қан араласады. Әбден асқынған кезде домығып, ісініп, қызарады, яғни қызыл танау деп атаймыз. Патологиялық анатомиялық өзгерістеріне келетін болсақ, аурудың респираторлық түрінде кездер қуысында фибрин араласқан кілегейлі іріңді эксудат болады. Кілеге қабықтары ісініп домбығады, өлеттенеді, ойылған, қанталаған телімдері болады. Маңдайдағы сөл түйіндері ылғалданып қызарады. Ауру асқынғанда қатарлы бронхпневмония байқалады. Жұқпалы ринотрахейттің генитальдық түрінде жыныс мүшелерінің кілеге қабықтары домбығып ойылады. Асқынған кезде эндометрит кездеседі. Тастанды төлі ісінген, бауырында өлектенген ошақтар, бүйрек майында геморрагиялық эксудаттар пайда болады. Аурудың алдын алуында міндетті түрде жыл сайын вакцинация жасалынып отырылады. Бұл ауруға қарсы үкімет тарапынан вакцина берілмейді. Соның салдарынан мал иелері өз қалталарынан қаражат шығарып, малдарын егуге мәжбүр болады. Елімізде ірі шаруашылықтарда қолданып жүрген вакциналардың бірі Хипробовис 4 деп аталады, яғни Испания мемлекетінде өндірілген. Бұл вакцина 4 түрлі вирустық ауруға қарсы жұмыс істейді. Яғни парагрипп 3, жұқпалы ринотрахейт, вирустық диарея, вирустық инфекцияларға қарсы осы вакциналар салынады. Яғни бұл вакцина шаруашылықтағы малдың жас ерекшеліктеріне қарамастан бәріне бірдей қолданады. Аурудан қалай сақтанамыз? Әрине, сырттан мал сатып алынғанда міндетті түрде құжаттарын қадағалап, егілген вакциналар тексеруіміз керек, сырға номерін салыстыруымыз керек. Одан кейін сатып алынған малды жергілікті мал пунктісіне апарып тіркейміз. Қора-жайларды жыл сайын дезинфекция жасаймыз, уақытылы вакцинация жасалынып отырады. Қора-жайды таза, құрғақ ұстауымыз және жем-шөбінің дұрыс беруін қадағалаймыз. Ауру малдың етін, сүтін пайдаланбаймыз. Қалай анықтаймыз? Клиникалық белгілеріне қарап, эпистологиялық мәліметтеріне және патологоанатомиялық өзгерістеріне қарап балаймыз. Қандай аурулардан ажыратуымыз керек? Яғни вирустық диареядан, пастереллездан, аусыл ауруынан, хламидиоз, парагрипп 3, аденовирусный инфекциядан және катаральды қызбадан, респираторлық инфекциялардан ажыратуымыз керек. Емінде бұл аурудың қоздырғышы вирус болғандықтан антибиотиктер әрине көмектеспейді. Вирустарды тікелей емдейтін дәрі-дәрмектер жоқ. Ем 3 бағытта жүргізіледі. Организмнің жалпы резистенттілігін, күшін көтеруге, қарсы тұруға қабілетін көтеру үшін қолданылады. Екінші, симптоматикалық бағытта жүргізіледі. Үшінші, бактериялардың әсерінен ауру әрі қарай асқынып кетпеу үшін антибиотиктер пайдаланылады. Организмнің қарсы тұру қабілетін көтеру үшін малға толық жағдайда жасаймыз. Комплексті витаминдер саламыз. Жұмсақ шөп, сапалы жем, жылы су беріліп күтім жасаймыз. Оларға осы аурудан бұрын ауырған малдың қан сарысуы егіледі. Бұл енді қан сарысуында антителоның мөлшері титрі 1/32-ден төмен болмауы керек. Қан сарысуын ауырып тұрған мал терісінің астына, бұлшық етіне, олардың тікелей салмағына әр килограммна 2 миллиграмм мөлшерінде егілу керек. Сарысу екінші қайтара 24-48 сағаттан кейін егіледі.
Ауруды бактериялық инфекциялар мен асқындырмау үшін антибиотиктер, сульфаниламид препараттарын пайдаланамыз. Сақтандыру шараларында жұқпалы ринотрахиттен сақтану үшін малдәрігерлік санитарлық зоогигиеналық шараларды бұлжытпай орындап отыруымыз қажет. Ол үшін шаруашылықта індет шыға қалса, дер кезінде анықтап, ауру малды бөлектеп ұстаймыз. Ауырған малдың тұрған жерін, қорасын формалиннің немесе күйдіргіш натрийдің ерітінділерімен дезинфекциялаймыз. Сонымен қатар мал қоралары жылы, таза, жем шөбі, суы мезгілінде беріліп күтім жақсартылады. Басқа жерден әкелінген малды шаруашылықта 30 күн бойы карантинге қоямыз. Егер жаңадан алып келген мал ішінен жұқпалы ринотрахит ауруы шығатын болса, оларды бөліп алып етке тапсырады. Малды аурудан сақтандыру үшін арнайы вакциналар егіледі. Сондай-ақ гипериммунды сарысуларды пайдаланамыз. Аурудың алдын алу шараларын және одан арылуды ірі қара ринотрахитіне арналған ережеге сүйене отырып жоспарлы түрде жүргізіледі. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.